Мәселесін білу болса, оларды шығатын мысалы. Рас отырған алмас? Мен балымды үйтекіп айға түсті, бұлар ол. Ешкім не болсын. Мынаны қол қойғызбасты да қазір қойып ауыл бойынша үймемей кіріп қойғызсын. Ертең күн біреу шығады кетсай. Оның бүйтетінім бар. Жиналысқа қатысқандарды. Тек қана уәлиханаға қолын қойдырдым. Қоймайын да ғой. Жалғыз өзім. Мәжен көкең ұстап, түнгенін көрді де құлағын сулап жатпасын. Шынымен ғой ертең, артынан бір тал болсын да жақсы қойған. Көкеміз анақта жатса да коридор қылдыға шықты. Естідің, жүрегім ауырады. Ол бос әңгіме аға сен. Шынымен, сондай әңгіме естідің. Бос әңгіме. Қандай әңгіме? Мынау шырақ қол қойылған. Рұқсат берген соның ішінде де. Мүмкін емес пе? Салтанат неғылсына Гүлмейдің резюмесін күйеуін күн алдырды жаққа. Есін бе Гүлмира? Ұмытпа. Олай айтқанда да, мына әйелдеріне бізде басқа ешкімде. Ерге аға айттым, қалада жұмысы бар. Мен де әйелден өттім. Ибрасын атаға айттым, Сарағашта демалып, кімге тапқан, шалдардың бәрін айтып. Анау аяқтың мән етті, сіздер келеміз дедім. Кімге керек Асауықты. Сол үшін әр анандайтын жоқ, басқа ол. Өзің бұлар келмейтін сол. маған қатысты емес қой сіз. Мен бұрын көрмеген ғой мына жерде. Өте жас жігіттер қазір біз өзіміз сауатты, мәдениетті, өте жас жігіттер. Әке бастай беріңіз, Ал сәлематсыздар ма құрметті тұрғындары. Мынау қоғамдық тыңдаудың несін сценарий дейді ғой, программасын түсіндіріп өтейін сіздерге. Құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар, сәлематсыздар ма? Өзімді таныстыруға рұқсат етіңіздер. Осы ауыл Ақбастау округінің әкімі боламын. Есімім Дүзиева Нұрсұлу Лұтфуллаевна. Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес НДФЗ ЖШС фосфор зауыты 2026 жылға арналған қоршаған ортаға эмиссияларға экологиялық рұқсат алу үшін жобалық құжаттама бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізудеміз. Өздеріңіз көріп отқандай. Қоғамға ақпарат антенна және Қазақстан газетіне және Жамбыл телеарнасына Жамбыл филиал Қазақстан РТК бұның бәрі отырма бізде? Жоқ. Ол сол нелерге хабарлама берілді ғой? Иә, хабарландыру арқылы жеткізіліп отырады. Сондай хабарландыру тақталарында және Жамбыл облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалану реттеу басқармасының интернет ресурстарында орналастырылды. Қоғамдық тыңдауларға жергілікті атқарушы органдардың өкілдері мен мүдделі жұртшылық қатысуда. Қоғамдық тыңдауларды ашық деп жариялаймын. Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларының 22-ші тармағына сәйкес залда аудио және бейне жазба жүргізіледі. Қоғамдық тыңдаулар кезінде нақты тұжырымдалмаған, қаралатын мәселенің мәнін ашпайтын
немесе тыңдау тақырыбына қатысы жоқ ескертулер мен ұсыныстар есепке алынбайды. Тыңдау барысында және чатта бәйәдет сөздер айтуға қорлау сипатындағы сөздерге жол берілмейді, құрметті алып тұрғындар. Байқап отырсыздар ғой. Тыңдау барысында және чатта барлықтарына хабарланған ауыл тұрғындарына да бәрі ескертіліп, ауызша да ескертіліп, барлықтарыңыз жиналып отырсыздар. Енді баяндама жобасын әзірлеуші Зеленый мост жекеменшік шектеулі серіктестігі, жобаның тапсырыс беруші НДФЗ жекеменшік шектеулі серіктестігі фосфор зауыты, қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларын 21 тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаулар әкімшілік аумақтық бірліктігінің аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ аумағында өткізіледі. Және оларды тиісті әкімшілік аумақтық бірлік әкім аппаратының немесе жергілікті атқарушы органның өкілі төрағалық етеді. Қоғамдық тыңдаудың хатшысы. Хатшы тыңдауға қатысушылардың арасынан ашық дауыс беру арқылы қарапайым көпшілік дауыспен сайлаймыз. Қарсы емессіздер ғой. Ортамызда бір хатшыны сайлайық. Осы өздеріңіз дауысқа салайық. Мен өзім ұсынам. Оспанова Салтанатты бас маман сал агентін. Қалай қарайсыздар? Қарсы емес. Онда қолдан бір ауыздан хатшыны сайлап алдық. Хатшы мінекей өзіңіз танысып бір тұрып қойыңыз. Өзіңіз көрсетіңіз. Я. Хатшы көпшілік дауыспен сайланды. Енді дауыс беру нәтижесінде қарсы адам жоқ, қалыс адам жоқ, бәріміз бір ауыздан. Енді осы Оспанованың кандидатурасын осы хатшылыққа бекітіп алайық. Бекітілді ғой. Регламент. Баяндамалар бойынша эмиссиялардың нормативтік жобасы рұқсат етілген шығарындылар жобасы, эмиссиялардың нормативтік жобасы рұқсат етілген төгінділер жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары 10-15 минут, мүдделі мемлекеттік органдар мен жұртшылықтың ұсыныстары мен ескертулер жариялау, баяндамаларды талқылау 15 минут, ұсыныстар мен ескертулер 10 минутқа дейін, қорытынды шығару 5 минут. Және де осының нәтижесінде дауысқа саламыз, қалыс, қарсы нәтижесінде анықталады. Сөз енді Телеубаев Әділет мырзаға қоғамдық туындылар материалдар бойынша баяндама жасау үшін рұқсат беріледі. Қайырлы күн, ауыл тұрғындары. Біз НДФЗ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі фосфор зауыты өндірістік алаңы бойынша экологиялық рұқсат алу үшін дайындалған есеп. Бірінші жалпы мәліметтер кәсіпорын атауы бізде НДФЗ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, нысан атауы фосфор зауыты өндірістік алаңы, орналасқан жері Қазақстан Республикасы, Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, НДФЗ өндірістік аймағы. Өндірістік алаң Тараз қаласының солтүстік батыс шекарасынан шамамен 20 шақырым қашықтықта, үлкен Бұрылтау тауалды жазығының солтүстік етегінде, кіші Қаратау жотасының бойында орналасқан. Бірлесі Еңбек ауылынан 6 км оңтүстікте, ал Қарасу өзенінің нысанының шамамен 4 км солтүстікте ағып өтеді. Заводтан 3 км радиуста елді мекендер, орман алқаптары, ірі көлік жолдары, ауыл шаруашылық жерлері немесе басқа өндірістік нысандар жоқ. Екінші, кәсіпорын қызметін бағыты НДФЗ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қаратау бассейнінің фосфорит минералды шикізатын өңдеу арқылы сары фосфор мен оның туынды өнімдерін өндірумен айналысады. Өндірілетін негізгі өнімдер жобалық қуаты бойынша жылына сары фосфор 120 мың тонна, натрий трифосфаты 120 мың тонна, термиялық фосфор қышқылы 120 мың тонна, тағамдық фосфор қышқылы 50 мың тонна, гранулданған термиялық шлак 1 миллион 140 мың тонна, феррофосфор 24 мың тоннаны құрайды. Жұмыс режимі кәсіпорын жыл бойы тәулік бойы үздіксіз жұмыс істей алады. 4, 6, 8 және 12 сағаттық ауысымдармен жұмыс істейді. Әлеуметтік саясат бойынша компанияның негізгі бағыттарының бірі жақын маңдағы елді мекендерді әлеуметтік тұрғыдан қолдау және жергілікті тұрғындарды тұрақты жұмыспен қамтамасыз етеді. 2025 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша қызметкерлер саны зауытта 2565 адам жұмыс істейді. Оның ішінде Тараз қаласынан 1674 адам, Жамбыл ауданынан 710 адам,
Оның ішінде Аса ауылынан 365 адам, Бірлесу еңбек ауылынан 94 адам, Шоқай ауылынан 46 адам, Рахат ауылынан 23 адам жұмыс істейді. Бесінші, экологиялық көрсеткіштер 2024 жыл бойынша бізде сары фосфор өндірісі 86.378 тоннаны құрады. Атмосфераға шығарындылары 7453,7 тоннаны құрады. Рұқсат етілген лимиті 13.259,624 тонна. Сулы ортаға төгінділер 825,4 тонна құрады. Берілген рұқсат лимиті 1889,53 тоннаны құрады. Қалдықтар орналастыру бойынша 401,132,581 тонна 2024 жылы орналастырылды. Берілген лимиті 1,055,410 тоннаны құрайды. Қоршаған ортаны қорғау төлемдері 2024 жылы 352,651,375 теңгені құрады. 2025 жылдың алғашқы 9 ай бойынша сары фосфор өндірісі 72,685 тоннаны құрады. Атмосфералық шығарындылар 40,135 тоннаны құрады. Берілген лимиті рұқсаты 12,746,4 тоннаны құрады. Сулы ортаға төгілген зиян заттар бойынша 244,495 тоннаны құрады. Берілген лимиті рұқсаты 1791 тоннаны құрайды. Қалдықтарды 2025 жылы завод 283,700 тоннаны құрады. Берілген лимиті 1,185,173 тоннаны құрайды. Қоршаған ортаға төлемдері эмиссия үшін 461,180,848 теңгені құрады. Компания Жамбыл облысындағы ең ірі салық төлеушілердің бірі болып табылады. 6. Атмосфераға әсері рұқсат етілген шығындылар жобасы. Кәсіпорында барлығы 377 ластаушы көздері бар. Оның ішінде 205-і ұйымдастырылған көздері, 172-сі ұйымдастырылмаған көздері. Оның ішінде 93 көздері шаң мен газды тазарту жүйелерімен жабдықталған. 60 ластаушы зат бойынша шығарындылардың нормативтері есептелген. Олардың 21-і жиынтық әсерге ие және зиянды әсерлердің 15 тобына біріктірілген. Атмосфераға шығарылатын негізгі ластаушылар сары фосфордың оксидтері, термиялық фосфор қышқылының булары, натрий триполифосфат шаңы, күкірт диоксидтері, фосфин, фторлы сутек, азот оксидтері биорганикалық шаң болып табылады. 2026 жылға арналған рұқсат етілген шығарындылардың жалпы көлемі 11,833,991 тоннаны құрайды. 7. Ластаушы заттардың ұстап қалу шаралары. Зауытта шығатын газдарды тазалау үшін құрғақ және дымқыл тазалау әдістері қолданылады. Шаңды ұстау жабдықтары циклондар, өнеркәсіп сүзгілері, циклофильтрлер, электрофильтрлер, инерциялық турбулентті аппараттар, коагуляциялық центрофугалар, шаң ұстағыштар. Газ тәрізді ластаушы заттарды ұстау жабдықтары, скруберлер мен стационарлық көбік аппараттары. 8. Су ресурстарына әсері. Рұқсат етілген төгінділер жобасы. Су көздері бізде жер үсті сулары. Біз аса мекемесінен су аламыз, жер үсті суларын сатып аламыз. Жер асты суларын өзіміздің ұңғымаларымыз бар. Одан біз 1,800,000 жылына аламыз. Негізгі ағын көздері. Номер 1 ауыл шаруашылық алқаптарын суғару. Ластаушы заттар саны 11 заттан тұрады. Ол қалқымалы заттар, БПК 5, ХПК, хлориттер, сульфаттар, нитриттер, нитраттар, аммония азоты, фосфаттар, мұнай өнімдері және фтор. Ағынды сулар көлемі 1,971,200 текше метрді құрайды. Ластаушы заттар массасы 1,598,424 тоннаны құрайды. Номер 3 сарқынды суларды жинақтаушы. Ластаушы заттар саны 11. Ағынды сулар көлемі 252,640 шаршы метр. Ластаушы заттар массасы 111,576 тоннаны құрайды. 9. Қалдықтарды басқару бағдарламасы. Кәсіпорында 33 түрдегі қалдықтар түзіледі. Оның ішінде қауіпті қалдықтар 13 түрі.
Оның ішінде 7 түрін кәсіпорын ішінде қайта өңдейді, 5 түрін лицензиясы бар ұйымдарға береді, 1 түрін кәсіпорынның өзінің полигонына көміледі. Қауіпсіз қалдықтардың 20 түрін, оның ішінде 1 түрін завод ішінде утилизациялайды, 13 түрі шарт негізінде 3-ші тарап ұйымдарға тапсырылады, 8 түрі полигонда көміледі. 10-ші кәсіпорын 1-ші санаттағы 1-ші қауіптілік класына экологиялық қауіпті объектіне жатады. Санитарлық қорғау аймағы мөлшері 3000 метрді құрайды. Ол 2026 жылға арналған қоршаған ортаны қорғау жөнінде іс-шаралар жоспары ең ірі жоспарлап қойғанбыз. Ішінде агломерациялық машиналардың агрогаздарын тазалауға арналған тозған циклондарды ауыстыру, оған 50 миллион қаржы қарастырылған 26 жылы. Сосын UB230 электрофильтрлерінің DN26 түтін сорғыштарын жөндеу, оған 25 миллион қаржы қарастырылған. Сондай-ақ 2025 жылға арналған кәсіпорын аумағында және санитарлық қорғау аймағында жасыл желектер күтіп баптау және іс қорғау шаралары қарастырылған. Филиал аумағын көгалдандыру жылына 500 дана қарағаш отырғызылады жоспарланған. Биыл біз өткенде 1000 түп ағашты Шоқай ауылына алып бердік, 1000 түп ағашты өзіміз фосфор заводына ектік. Санитарлық қорғау аймағында жасыл желектерге күтім жасау, санитарлық кесу, ботақтарды қырқу және қураған ағаштарды жою жұмыстары жүргізіледі. Жасыл желектерді суару үшін қолданылатын арықтар мен суару арналарын қалпына келтіріледі және тазаланып тұрады. Жасыл желектерді суару тыңайтқыштарды енгізіледі, қоректендіреді, арам шөптерді жояды және шөп шабу жұмыстары қарастырылған. Ағаш діндерін әктеу және зиянкестерге қарсы профилактикалық өңдеу жүргізіледі. Санитарлық қорғау аймағында жасыл желектер туралы мәліметтер бізде 5 карта дейміз, 5 картадан тұрады. Бірінші санитарлық қорғау аймағы 56,6 гектарды құрайды. Ол жерде 29824 ағаш отырғызылған. Екінші панно учаскесі 3,2 гектар аумағы 12.000 ағаш отырғызылған. Одан кейін биостанция учаскесі 1,44 гектарды құрайды, 2000 ағаш отырғызылған. Жеміс ағаштар учаскесі бар, ол 0,136 гектарды құрайды, 500 дана ағаш отырғызылған. Және завод аумағының өзінде 13,13 гектарды құрайды, 7578 ағаш отырғызылған. Барлығы бізде завод бойынша 51902 дана ағаш отырғызылған. Қорытындылай келгенде НДФЗ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің фосфор заводы өндірістік алаңының қызметі Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамалары мен 2021 жылғы экологиялық кодекс талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Кәсіпорын қоршаған ортаға антропогендік әсерді азайтуға, табиғи ресурстарды тиімді пайдалануға және экологиялық қауіпсіз технологияларды енгізуге бағытталған іс-шараларды жүйелі түрде орындайды. Есеп беруім аяқталды. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, Сұрақтарыңыз болса, Сұрақ жоқ. енді мен қоғамдық тыңдаулардың қорытындысы 2026 жылға арналған қоршаған ортаға эмиссияларға экологиялық рұқсат алу бойынша жобалық құжаттамаға қатысты ашық жиналыс түріндегі қоғамдық тыңдаулар өтті деп есептеймін. Қоғамдық тыңдаулардың нәтижелері бойынша хаттама жасалып, ол қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйі жөніндегі ұлттық деректер базасы платформасында орналастырылатын болады. Назарларыңызға рахмет. Онлайнда сұрақтар ма екен? Онлайн жүйесінде сұрақтар ма екен? Жоқ, сұрақ жоқ. Бекітіскен хабарлама жоқ, ешқандай. Рахмет. Құрметті ауыл тұрғындары, сұрақтарыңыз бар ма? Біздің сұрақ сол бағана айтылды. Екі ауылға жастар спорт комплексі, ангарын тип. Одан жұмысы жастарды тағы да қалды, сол болды. Шамалы. Шамал қалды. Шентай қалды. Басқа сіздерге рахмет, осы қашын қолдау тигізіп көмектесіп жатқандарыңызға.
Онлайн кетті ма? Бітті Валихан аға, тұрсыңыз. Кетпеңдер. Ана шайға кіріп жаңа мәселені талқылап алайық. Бақытжан сен кеттің? Қарап отырмын. Кім жіберді?